жұртының төбе шашын тік тұрғызған коронавирус біздің елге де жетті. Әлемді дүр сілкіндірген COVID-19 инфекциясын таралғанына 1 жылдан асты. Жаһан жұрты содан бері атышулы дертпен әлі де алысып келеді. Әсіресе қауіптің алдыңғы шебінде жүрген ақ халаттыларға ауыр жүк артылды. Ал қазіргі эпидахуал қалай? Адамзат өміріне бұл вирус қандай өзгеріс әкелді? Өз көз алдымнан қанша адам жан тапсырды. Осы тұрған қазілерін өттір. Неге десе бір өз көз алдымда бір әйел көз жұмды. Сонда мына қабылда бөлімнің қасына келгенде айтты: қызым мен осы істеймін. Не болды маған? Мен кеше ғана жүредім ғой. Бүгін мен бір какой-то секунд ішінде денем жетпей жатыр, мен дым көрмей жатырмын. Не болды маған? Не болды? Мен көмек бересіздер ғой. Мен ажалдан қатырасыз ғой деп. Сонда мен жылап айттым, бәрі жақсы болады. Өткен жылы наурыз айында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус инфекциясын пандемия деп жариялады. Аспан асты елінен таралған дерт жер жаһанға қорқыныш әкелгені рас. Қаннен қаперсіз жүрген жұртшылықты біраз састырды. Маусым айында болған жағдай, мына жерде әлі ол жағдай қайталанбасын деп ойлаймын. Өйткені ол кезде бір науқас келеді, үстіне тағы науқас, күніне бір тәулікте біз 100-120 науқасқа дейін қараймыз. Өте ауыр жағдайдағы науқастарды ғана қабылдадық, қалған науқастарды үйлеріне қайтардық. Өйткені барлығын қабылдау мүмкін емес тұғын. Әлемді жайлаған жұқпалы дертке байланысты ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жарлығымен елімізде төтенше жағдай енгізілді. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Бүкіл әлем сақтыққа көшкенде сырқатты саяси қадам деп бұған сенімсіздікпен қарағандар көп. Бала шағам үшін жүрмін осы жерде. Таңертең қара кешке дейін жаңбыр күнде отырамын, суық күнде отырамын осы жерде. Мына жерде отырғанда коронавирус жұқтырамын. Жұқпайды, ауру жоқ ешқандай да отырсыздар. Мемлекеттік шекарадағы өткізу бекеттері, вокзалдар мен әуежайларда санитарлық режим күшейтілді. Қазақстан аумағына кіріп шығуға шектеу қойылды. Вирус жұқтырған алғашқы дерек республикада наурыздың 13 күні, ал Ақтөбеде наурыздың 22 күні Мәскеуден келген әйелден анықталды. 2020 жылы сәуірдің 6 күні Ақтөбеде карантин енгізілді. Барлық мекеменің жұмысы тоқтап, қоғамдық демалыс орындары, саябақтар мен балалар алаңына баруға тыйым салынды. Көліктің барлық түріне қаладан шығып кіруге шектеу қойылды, ал қоғамдық көлік қозғалысына арнайы кесте енгізілді. Эпидемия ушығып, науқастар саны артқан соң ғана көпшілік қауіпсіздік шараларына көшті. Медициналық бетперде, қолғап пен антисептиктерді таласа сатып алып жатты. Никаких лекарств нет. Родственники обеспечивают больницы вот эти, поликлиники уже, где родственники лежат, сами бегают, сами докупают, всего нету. Много чего, а лекарства все дорогие, еще дорожают с каждым днем. Парацетамол, аспирин есть? Нет. Аскорбин схватка. Парацетамол мен аспирин бар ма? Ауруханадағы керуеттер де тынысы тарылып, дене қызуы мен жөтелі күшейген науқастардан босамай жатты. Еміздеп келгендерді қабылдайтын мүмкіндік жоқ. Дәлізден де орын тимеді. Забирай, говори. Я еще раз говорю, забирай. Ауру алқымнан алған кездегі сәтті ақ халаттылар бүгінде көзіне жас алмай, айта алмайды. Не могу я, тяжело, не могу. Қатерлі індеттің құрығын әлінгендердің қатары күн санап артқан қиын сәтте аймақ басшысы орталықтағы жағдайды өз бақылауына алды. Материалдық техникалық базасымен танысып, коронавирус инфекциясына шалдыққан науқастардың жағдайын білді, сауығып кетуіне тілектестігін білдірді. Осы жағдайдың күрделеніп кеткені, нәрсе өзіміздің қауіпсіздік шараларды сақтамағанын кесірінен түсірді. Енді бұл жерге осы індетке сенуге де болады, сенбеуге де болады. Бірақ өздерін қарап отырсыңдар ғой, вирус оған мүлдем мән беріп жатқан жоқ. Қаншама адамдар өзіміздің жерлестеріміз, жасы үлкені болсын, жасы кіші болсын,
науқастанып осы өздеріңіздің орталықтарыңызға келіп отыр. Жиын тойдан бас тартып, жұмыс кездесулер онлайн форматқа ауысты. Індетпен бетпе-бет келген ақ халаттылардың рөлі артты. Инфекция бәрін аяғынан тік тұрғызды. Еліміздің денсаулық сақтау жүйесіне айтарлықтай өзгеріс әкелді. Денсаулық сақтау министрлігі және осы облысымызда жаңа акиматтан біраз қаражат бөлінді. Жаңағы аппараттар алынды, монитор, жаңа аппарат жасанды өкпе желдеткіш аппараты, жаңа кислородный жаңа станция дейміз, танкерлер, оның бәрі құрылды. Бүгінгі күні әрине қазір жағдайымыз бұл жаңағы коронавируске қарсы жаңағы біздер дайынбыз. Бүгінге дейін 11 мыңдай ақтөбелік ауру жұқтырып, оның 89% жазылып шықты. Өмірмен қош айтысқандар да жоқ емес. Оларды емдеймін деп жүріп, біршама дәрігер өз жанын құрбан етті. Вирус жұқтырғандар 10.681, айығып шыққандар 9.648 адам. Қатерлі індеттен көз жұмғандар 258. Дерт дендеген кезде облыста шұғыл түрде ашылған 8 провизорлық орталық қызмет етті. Сіз үйге барғанда, болмаса осы көргеніңізді айтсаңыз, бұл нәрсе екінші рет жалғаспайтын. Бұл қашанғы тоқтаусыз дүние. Сіз ойлайсыз, бұл пандемия өзі бір жақтан келіп жатыр ма? Жоқ. Ол осы жердегі өзіміздің неге осы жаңағы жетісіне 2 рет, 1 рет ұшатын Египетке баратын сол туризм неге тоқтатуға болмайды? Бұдан 15-20 жыл бұрын біз еш жаққа да барған жоқпыз. Сол Египетті көрмесек те өмір сүрдік. Өкпені жасанды желдету аппараты 2020 жылы 80, 2021 жылы 367-ге жетті. Оттегі концентраторы 2020 жылы 60, биыл 582-ге жетті. Оттегі баллоны 215, 2021 жылы 626. Бобров аппаратының саны 2020 жылы 87, 2021 жылы 787-ге жетті. Оттегі жастықтары 161, 2021 жылы 461. Медицина көлігі өткен жылы 159 болса, биыл 228-ге көбейтілді. Бәрімізге де мәлім, осы коронавирусқа қарсы ең маңызды бұл екпе, вакцинация дейміз. Бүгін таңы бізде облысымызға 120 мыңдай адам екпе алды. Енді қазір бізде 3 түрі бар вакцинаның, жаңағы спутник видиміз, жаңа Россиядан шыққан, сосын жаңағы Казвак, өзіміздің отанымызда шығарылып атқан, және жаңа Хаят. Әлемді шарпыған індет бізді де айналып өтпеді. Ол ешкімді аяған жоқ, жас кәрі деп бөлген жоқ. Қалтаның қалыңдығы атақ абыройдың да керегі болған жоқ. Бірақ жаны қысылған сәтте кеше ғана ем іздеп шарқ ұрғандар бүгінде тегін берілетін екпеден бас тартып отыр. Алып қашпа әңгіме әлеуметтік желдегі фейк ақпараттарға сеніп жүр. Деннің саулығын ойлап, жақынына жанашыр болуды көздегендер саусақпен санарлық. Жақсы. Шамалы бірінші алғанда әлсіздік болды, но жұмыста жүрдім. Екіншісінде вообще белгі болған жоқ ондай. Жақсы қабылдадым. Негізі алу керек деп ойлаймын. Алдым вакцина. Ешқандай ештеңе сезіп тұрған жоқпын. Жақсы бәрі, нормально. Алған дұрыс. Хорошее самочувствие. Все хорошо. Мен ойлаймын, вакцинациядан бәрі өту керек. Коронавируспен ауырмау үшін. Бірінші вакцинаны алдым, енді екінші вакцинаны күтіп жатырмын. Қазіргі эпидемиологиялық жағдайға байланысты алу керек деп ойлаймын бәрімізге. Вакциналау көптеген инфекциялық аурулардың алдын алу мақсатында ертеден ақ кең қолданылып келеді. Егер де вакцина алып, сіз қоғамда жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз қоғамның қалған мүшесіне зиян емес, сіз пайда келтіресіз. Неге десеңіз, сізді көріп, сіз сияқты тағы да мүшелердің көріп, қоғам тазарады. Яғни ертең баратын кинотеатрымызда, болмаса мейрамханамызда сондай көбейетін болса, олардың бәрі тесігі емес, артынан алдындағы есігі ашылып, бәріміз сол жерде құтты болсынымызды айтатындай жағдайда боламыз.
Облысқа жеткізілген вакцинаның жалпы саны 158.350 доза, Спутник V 116.950 доза, Казвак 2.000 доза, Хаятвак 40.000 доза. Екпе алғандар саны 104.890 адам. Екпенің бірінші компонентін алғандар 73.780 адам. Екпенің екі компонентін алғандар 31.115 адам. Осы аптада үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі елдегі эпидахуалды баяндап, індетке қатысты 3 болжамын айтты. Оның қайсысы орындалатыны азаматтардың екпе салдыруына байланысты дейді. Егер вакцинаның тиімділігі 60% болса, маусым-қыркүйек айларында 95 мыңдай адам ауруы мүмкін. Ал тиімділік 80% болса, 69 мың, 95% болса, 61 мың адам вирус жұқтыруы мүмкін. Пессимистік болжамды болдырмау үшін премьер-министр екпе егу жұмыстарын арттыру керек деді. Коронавирусқа қарсы шамамен 3 миллион екпе жасалды. Соның ішінде алғашқы компонентпен 2 миллионнан астам, екінші компонентпен 1 миллионға жуық адам вакцина алды. Вакцина қорларын толтыру, егу пункттерінің санын арттыру бойынша шаралар қабылданып жатыр. Вакцинаның болмау бойынша ешқандай проблема жоқ. Қазіргі егу науқанын кеңейту пандемиямен күресуде ең маңызды міндет болып табылады. Айтпақшы, шет мемлекеттегілер ақысын төлеп ала алмай отырған екпе біздің елде тегін ұсынылуда. Ұлт саулығы үшін үкімет вакцинаны қыруар қаржыға сатып алып отырғанында ескерген жөн. Нақтырақ айтсақ, қазір Қазақстан Хаят вакцинасының әр данасын $62, яғни 26.645 теңгеге. Спутник V вакцинасын $26, 11.138 теңгеге. Ал Казвактың бір данасын $9,5, 4.027 теңгеге сатып алып отыр. Қысқасы, эпид жағдайдың жақсаруы өз қолымызда. Яғни қарапайым талаптарды ескеріп, ережеге мойынсұнсақ қана аты жаман аурудан аулақ болар едік. Екпе егу жұмысы үшін алысқа сабылудың да қажеті жоқ. Қаланың бірнеше бөлігіне жылжымалы екпе пункттері орналасқан. Қауіпті дерттерге қарсы екпе егу әлемдік тәжірибеге енген. Пайдасы мен қажеттілігі туралы мамандар тіпті тәптіштеп түсіндіріп те берді. Бірақ қайдан ел арасында екпеге деген үрей сейілер емес. Халық денсаулығы, ұлт байлығы деген мемлекет бірінші байлыққа салғырт қарамауды ескертуден жалыққан емес. Ұрпағыңыз дені сау болсын десеңіз, сіз де иммундау жұмысына мән бергеніңіз жөн.